Мына рецептпен мантының қамыры идеально шығады. Тоңазытқышта 3 айға дейін сақтай бересіз. Бұл рецепті ақылы мастер-класстан алған, сіздермен теп-тегін бөлісейін деп отырмын. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, керемет шығады. Барлығын жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Орташа қаттылықтағы қамыр шығады. 5-10 минутқа тындырып қоямыз, сосын ақырындап жая бастаймыз. Орташа қалыңдықтағы қамырды манты жақсы көреді, сол үшін де орташа қалыңдықта жасайтын боламыз. Езілмейді де, жыртылмайды да, тоңазытқышта әдемі сақталатын қамыр. Дәл осылай кесіп алатын боламыз. Шеттерін міндетті түрде алып тастайсыздар. Осылай 10 сантиметрден өлшеп кесіп аласыздар, бір келкі шығу үшін. Мен тоңазытқышқа осындай рулон пакетті қолдандым. Қамырды дәл видеодағыдай орналастырып шығатын боламыз. Дәл осы ингредиенттерден 40-42 штук манты шығатын болады. Видеоны жоғалтып алмас үшін сақтап алып, танысыңа жіберіп қоюды ұмытпа. Міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын.